Баршаңызға сәлем қыздар. Бүгін сіздерге өте дәмді тауық еті мен асқабақ қосылып пісірілген өте дәмді бәліштің рецептімен бөлісемін. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Және менің YouTube парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар. Рецепті описаниеда жазып қалдырамын. Ең алдымен сары майымызды үкіштің үлкен көзінен өткіземіз. Ұнға міндетті түрде аунатып отырыңыздар. Енді ұнымыз бен майымызды осылай қолымызбен жақсылап араластырамыз. Мінекей осындай болу керек. Енді осыған 1 шай қасық разрыхитель қосамыз да араластырамыз. Одан кейін 1 шай қасық толтырмай тұз қосып тағы да араластырамыз. Енді осыған менде қаймақ 25% қаймақ, осының 1 ас қасық қоссаңыздар жеткілікті. Одан кейін 1 ас қасық майонез қосамыз. Одан кейін 1 жұмыртқамызды қосып, қасығымызбен араластырып, қамыр елейміз. Қамырымыз дайын болғаннан кейін 30 минутқа холодильникке қойып қоямыз. Қамырымыз дайын болғанша енді салмасын дайындаймыз. Осындай тауық етін қуырып аламыз. Іші таза піссін деп мен қуырып алдым. Қуырсаңыздар өте дәмді болып шығады. 200-300 грамм тауық еті жеткілікті. Осылай көкөністерімізді, картошка, пияз, асқабақты барлығын алдына туралап дайындап қойдым. Пиязды да бір 5-10 минут қуырасыздар да, осылай көкөністеріміздің барлығын салып, бетін жауып, бір 10 минуттай қуырып аласыздар. 10-15 минут жеткілікті. Қамырымыз дайын болғаннан кейін екіге бөлеміз. Үстіңгі қабатын сәл кішілеу етіп аламыз да, астыңғысын үлкендеу етіп аламыз. Екеуін де дөңгелек етіп жаямыз. Бұл астыңғы қабатын жайып жатырмын, қыздар. Сәл қалыңдау етіп жаясыздар. Енді осыны формамыздың үстіне қойып, үстіне начинкамыздың барлығын салып шығамыз. Енді бетіне екінші қамырымызды алып, осылай қоямыз да, шеттерін жақсылап ең алдымен жабыстырып шығамыз. Астыңғы қамырды үстіне қарай жабыстырып шығамыз. Мінекей осылай, қыздар. Енді өздеріңіздің қалауларыңызша жақсылап жабыстырып болғаннан кейін әдемі етіп түйіп қойсаңыздар болады. Пирогты 180 градуста 25-30 минутта пісіріп аласыздар, қыздар. Әркімнің пешіне әртүрлі, сондықтан өздеріңіздің печкаңыздың жағдайына қарап пісіресіздер. Осылай бетін тесіп қойды ұмытпаңыздар, ішіне ауа кіріп, начинкамыз ары қарай жақсылап пісу үшін. Енді жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Одан кейін өздеріңіздің қалауларыңызша мак немесе кунжут сепсеңіздер болады. Мен кунжут сеуіп шықтым. Қыздар, бұл пирогтың дәмі өте дәмді, ауызда ериді. Бір пісіргеннен кейін, үстелге қойғаннан кейін бірден таусылып қалатын пирог. Сіздерге жасап көруге міндетті түрде кеңес беремін. Видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Баршаңызға ас болсын.